Сәлеметсіздер ме әріптестер? Бүгін сіздермен бір лайфхакпен бөліскім келеді. Яғни біз сабағымызда тест алу үшін Kahoot немесе Quizzes бағдарламаларын қолданамыз. Бірақ та одан бөлек бізге қолжетімді бізде Microsoft Office бар. Соның ішінде PowerPoint арқылы тест құрастыруға болады. Яғни оның оңай түрі қазір сіздерге бірінші көрсетейін, одан кейін қалай құрастыратынын көрсетемін. Мысалы, бірінші сұрақ андроновтықтардың егіншілікті қалай атады? Яғни бұл жақтағы дұрыс жауабы теселі егіншілік болады. Соны белгілесек, бізде жасыл жанады. Және де келесі сұраққа келсек, тар жол тайғақ кешу еңбегінің авторы. Бұл жақта барлығымыз білеміз, оның жауабы Сәкен Сейфуллин екенін, бірақ та дұрыс емес белгілеген жағдайда не болады? Ахмет Байтұрсынов деп белгілейтін болсақ, қызыл жанат келесі сұраққа ауыспайды. Мұхтар Әуезов, ол да келесі сұраққа ауыспайды. Тек қана дұрыс жауабын белгілеген кезде ғана біз келесі сұраққа көше аламыз. Тура солай қола дәуірінің уақыты бізде біздің заманымыздан бұрынғы бірінші мыңжылдықты қамтиды. Осылай тест құрауды PowerPoint-та үйренгілеріңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіздер, сол жақта барлығын түсіндіріп айтатын боламын. PowerPoint-та тест жасау үшін, яғни дайын шаблон арқылы жасау үшін, біздің PowerPoint-ымыз 2016 жылғы немесе 2013 жылғы болу керек. Себебі 2010 жылғы PowerPoint-тар Microsoft Office-тар жарамайды. Оны жасау үшін, егер 2016 жылғы болса, немесе 2013 жылғы болатын болса, онда бірінші біз PowerPoint ашамыз. Одан кейін создать деген батырманы басып, ішінде поисктың жанында бізде образование деп тұр. Сол образование басатын болсақ, ішінде әр түрлі шаблондар шығады. Сол шаблондардың ішінде бізде қарап отырсақ, астыға түсейік. Астында бізде шаблон теста по русскому языку деген бар. Соны таңдайық. Соны таңдап, создать батырмасын басамыз. Яғни көріп тұрғандарыңызда бізге шаблон шықты. Барлығы ішінде дайын тұр. Введите сюда название презентации дейді. Осы жерге бізге қандай сабақ, сол бойынша жазып қойсақ болады. Мысалы, тарих тест деп жаза салайық. Келесі слайдты ашамыз. Оның ішінде введите сюда текст вопроса дейді. Яғни осы жаққа біз өзіміздің қандай сұрағымыз бар, сол сұрақты жазамыз. Астында неправильный ответ және правильный ответ деген ұяшықтары бар. Неправильный ответ деген жерге керек емес, басқа дұрыс емес жауаптарын жазамыз. Ал правильный ответ деген жерге дұрыс жауабын жазамыз. Одан кейін оны тексерген кезде осылай шығады. Яғни келесі бетті ашамыз. Сол кезде неправильный ответті бассақ, онда қызыл болып жанады, ал правильный ответті басатын болсақ, жасыл болып жанатын болады. Сол неправильный басса қызыл жанып тұр, правильный бізде жасыл жанады. Осылай жасаймыз.